Отан ұлтты сақтаудың негізі, азаттығымыздың асқақ рухы, еліміздің діңі. Бұл ұлы даланың қарсы жерін қорғау үшін батырлардың төгілген қаны мен терінің өтеуі. Бабалар арманы, аналар тілегі. Егеменді еліміздің көгінде туымыз желбірегелі де 30 жылдан асты. Тарих тұрғысынан алғанда бұл қас қағым сәт қана. Бірақ әлемдегі көптеген ұлт пен ұлыс үшін қиындығы мен қуанышы, дағдарысы мен даму алмасқан тұтас дәуірмен пара-пар уақыт. Отан деген өте қадірлі, қастерлі ұғым. Біздің жалпы қазақ халқының тәрбиесінде бұл отанның қасиеті қашанда жоғары. Сол үшін бабаларымыз отан үшін отқа түс күймейсің деген. Бүгінгі тәуелсіздікті, бүгінгі тыныштықты, бүгінгі отанның қадір қасиетін біз өзіміз және айналамызға және келер ұрпағымызға, әрбір отбасындағы балаларымызға осыны құйып айтып отыруымыз керек. Жер бетінде ері жоқ, шегенделген шекарасы жоқ, ресми мемлекет болып танылмаған ұлттар аз емес. Тіпті осындай кей ұлттардың саны әлде бір тәуелсіз елдердің халқы санынан да көп. Жаһандық үрдіс саясатта, экономикада мәдени шекараларды жойды. Сондықтан жер шарының түкпір-түкпірінде болып жатқан қым-қиғаш оқиғалардың екпіні басқа елдерді де шарпымай қоймайтын анық. Әсіресе экономикалық дамудағы алшақтық, діни факторлармен еселеніп, қауіпсіздікке әсер етуде. Ал ислам отан сүйгіштікті ұлықтайтын, бейбіт өмір мен тәртіпті сақтауға шақыратын дін. Үлгілі мұсылман мемлекетінің заңдарына бағынып, тұрақтылық пен тыныштықты қалап, экономикалық өсімге қажыр қайратын жұмсайды. Ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан тағы да мынандай бір хадис келеді. Ақиретте екі көз тозақтың отына күймейді дейді. Бірінші, күнәсіне өкініп жылаған көз. Екіншісі, отанының шекарасын қорғаған көз дейді. Яғни бұл отанға адал қызмет ету әрбір мұсылманның мойнындағы парыз екенін білдіреді. Бір жылдығын ойлаған ел бидай егеді, мәңгілігін ойлаған ел ұрпағының жүрегіне ізгіліктің дәнін егеді дейді халық даналығы. Демек, ұлтты тұтастыққа біріктіретін күш руханият. Отанды сүю пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан «Юхиббул ватан минал иман» деп. Отанды сүю ол иманнан деген. Ұрпақтарымызды да сол отан сүйгіштікке, патриоттыққа, біз ауызбіршілікке, ынтымаққа үндеуіміз керек. Жақсы адам әрқашанда ай сияқты барлық адамға бірдей болу керек. Бірдей дұға жасау керек. Ешкімге жаманшылық жасамау керек мұсылман адам. Тәуелсіз тұғыры айқын ел болсақ та, ұлттық бірегейлікті толықтай жүзеге асырып, беріктігімізді бекемдеу заман талабы. Дос сүйініп, дұшпан күйінетін биікке көтерілдік. Ұлт пен ұлыс бір мүддеге жұмылып, жаңғырудың жолын таңдады. Мемлекет және адамзат үшін отаннан артық, отаннан қымбат ештеңе жоқ.